Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен өзімнің постоянно жасап жүрген шоколадты жентімнің рецептімен бөлісейін деп тұрмын. Мен бұл рецепті біреуден сатып алғанмын, сіздерге тегін көрсетіп жатырмын. Мені қолдап, арнама жазылып кетіңіздер. Мына жерде 300 грамм тары талқанды өлшеп алдым, оған 3 ас қасық сахарная пудра қостым, және 1 пачка сары май сливочная береганы ертіп қостым. Сахарная пудраның орнына мед не болмаса дәміне қарай сгущенка қоссаңыздар болады. Бәрін біркелкі араластырып, осындай силиконды формаға барлығын салып шықтым. Енді морозильникке 20 минутқа қоямыз. 20 минутқа қойғаннан кейін 20 минут өткен соң шоколадымызды ертеміз. Мына жерде шамамен 50 грамм шоколад. Мен бұл жерде ақ шоколад пен сары шоколадты араластырдым. Ашық түс шығу үшін 2 түстен қостым. Және шай қасықпен 1 қасық сұйық май қосамыз. Барлығын біркелкі араластырып, микроволновкада ертеміз. Не болмаса сіздер водяной баняда ертсеңіздер болады. Микроволновкада ерткен кезде каждый минут сайын алып араластырып тұрамыз. Не болмаса олай араластырмасаңыздар шоколад босқа күйіп кетеді, жарамсыз болып қалады. Ешқайда кетпей осының жанында тұрып араластырып тұрамыз ерігенше. Тез еріп кетеді. Шоколад еріген кездегі массаны қазір көрсетемін. Қатты сұйық емес, қатты қою емес, міне мынандай болады. Осындай сұйықтықта болып шығады міне. Көріп тұрғандарыңыздай. Осылай тексеріп алсаңыздар болады, және силиконды формамызға осылай құйып шығамыз. Барлығына біркелкі жетеді. Бұл жерде 14 штук шықты. Негізі бағана жасаған женттерім араластырғаным барлығы 40 штук шығады. 300 грамм тары талқаннан 40 штук шығады. Және ол сіздердің формаларыңызға байланысты. Мына жерде мен барлығына шоколадты құйып жатырмын, біркелкі қып. Шоколадты көп құйсаңыздар да болады, аздан құйсаңыздар да өз еріктеріңізде. Бұл рецептпен үлкен астарға, тойларға, жаңағыдай отырыстарға осылай жасап сатсаңыздар болады. Қыздар, жасап морозильникке қойып қойсаңыздар, олар қатып тұра береді. Заказ келген кезде сразу жібере саласыздар. Мен өзім солай жасаймын. Барлығына міне біркелкі құйып шықтым. Сосын қатып тұрған жентімізді барлығының үстіне тез-тез салып шығамыз. Тез-тез салмасақ, өйткені сразу шоколад қатып қалады. Әрқайсысын жұлдыздың үстіне, әрқайсысын пішініне қарай осылай кигізіп шығамыз. Үстінен кішкене басып қоямыз. Шоколадқа тию үшін, кәдімгідей жағылу үшін үстінен кішкене басып салып шығамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде әрқайсысын өз орындарына салып жатырмын. Женттерді формаға салып болғаннан кейін морозильникте 10 минут ұстаймыз. 10 минуттан кейін формадан босатып, дастарханға салғанша оны морозильникте сақтаймыз. Қыздар, өйткені бөлме температурасында болса, ол тұрып еріп бастайды. Міне қыздар, осындай болып шықты. Менің видеом сізге пайдалы болса, лайк басып арнама жазылып кетіңіздер. Мен бұны ауызашарға өзімізге жасаған болатынмын. Міне осындай өте әдемі, өте дәмді болып шықты. Қыздар, жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Менің рецептім сіздерге ұнаған болса, комментарийге жаза кетіңіздер.